Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Біз қазір Алтын Ордадан сөйлеп тұрмыз. Это профессор Абдувалиев. Бүгінгі темамыз біздің ең аурудың көп себебі неде деген сұрау қойылады. Қайдан басталады? Аурудың себебі желудочно-кишечный тракт. Деген адамның желудочно-кишечный тракт. Бұл ЖКТ дегені ашқазан ішек системасы. Осы система таза болса, дені сау болса, любой аурудың алдын алар екен. Любой ауру осы системада проблема болғаннан басталар екен. Мазақ жировой гепатоз, панкреатит, холецистит, язвенный болезнь барлығы осы система қирағаннан кейін басқа системалар қирай бастайды екен да. Егер осы ЖКТ, желудочно-кишечный тракт нормада болса, енді бұл адамның балайқын кезде печкасы да печка. Үйіңізде қыстың күні печкаңыз істеп тұрса қалай боласыз? Печкаңыз жақсы істеп тұрса, үйіңіз жақсы болады, иісі жақсы болады, таза болады, ыстық болады, құт сол сияқты. Соның үшін адам бірінші көңіл бөлу керек ЖКТ-ға. ЖКТ қалай істеп жатыр? Біз соның үшін бізге келген больнойларға біз бірінші очередь ЖКТ-ға көңіл бөлеміз. ЖКТ-ның ішінде айтып өтпекшімін, бүгінгі тоқтайтын темамыз гастрит, яғни ашқазанның воспалениясы. Ашқазан аурулары көп, язвенный болезнь бар, гастрит бар. Онекей ол гастриттің арқасынан онекей не болады? Грыжа, пищеводный отверстие деген аурумен көп келіп жатыр бізге адамдар. Оны әнеугін біреу келіпті, операция қылдырыпты. Операция қылдырған, потому что анау грыжа болған, бірінші гастрит болады, гастрит болғаннан кейін, гастриттің екі түрі болады айтпақшы. Бірінші гиперацидный, когда повышенный кислотность, еще гипоцидный, когда пониженный кислотность. Екеуі де патология. Нормада болса, значит норма болады. Енді гиперацидный гастрит ол көбірек язвенный болезньге алып келеді. А гипоцидный гастрит ол көбірек грыжа пищеводный отверстие болып алып келеді. Онымен адам тамақ жегеннен кейін тамағы қайтып шығып кетеді бе қарап. Тамақ жейді, тамағы изжога болады, қайтып шығып кете береді. Не дейді? Срыгивание дейді. Тамақтың қайтып шығуы болады. Оны хирургтар операционный жолмен емдейді. Біз оны без операция емдейміз. Пісән төшкелері бар, прижигание қылынады, ол оны түзеліп кетеді. Енді соның үшін гастритке өте көңіл бөлу керек. Гастритті бірінші очередь емдеу керек. Бізге келгенде біз малхаман полный ЖКТ-ны тазалаймыз. Тазалағаннан кейін гастритті емдейміз. Гастрит емдегенде егер если гиперацидный болса, оның мижазына қарап, оны мижазын суытамыз. Егер гипоцидный болса, оның мижазын турлаймыз, мижазын көтереміз, мижазын қыздырамыз. Нормаға келтіреміз бұлай. Енді ашқазан, яғни ЖКТ, бұны атының өзі қараңыздар, ашқазан, қазан. Астың қазаны. Адамның бұл қазаны, үйдің қазаны да, значит. Егер қазан жақсы істесе, адамның денсаулығы жақсы болады. Сол үшін қазанға жақсылап көңіл бөлу керек. Хронический гастритпен ойнаспау керек. Хронический гастриттің жалобалары не болады? Тамақ жегеннен кейін изжога болады, отрыжка болады, кислый отрыжка болады, ауру болады, не то сезеді, запор болады, или понос болады. Бұның бәрі жаңағы гастриттің белгісі. Бұның диагностикасы біз енді тамырдан қойып диагноз қоямыз. А так зондтан жұтады, зонд жұтқаннан кейін точно болады диагноз. Соның үшін кімде гастрит патологиясы болса, бұны алдын алыңыздар, бізге келіңіздер, ашқазанды туырлаңыздар. Ашқазан жақсы болса, үйде барлық уақытта праздник. Соның үшін ауырмаңыздар. Бізге келсеңіздер, оны тексеріп, мижазыңызды туырлап, ашқазаныңызды емдеп береміз. Рахмет сіздерге.